Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Эльнора, бүгін сіздермен дәмі тіл еретін кеспе көжесін дайындаймыз. Ол үшін бізге ет қажет. Етімізді осылай төрт бұрышты кесіп аламыз. Одан кейін пияз қажет. Пиязымызды да осылай төрт бұрышты қылып кесіп аламыз. Одан кейін қызып тұрған майға осылай пияздарымызды қыздырып аламыз. Артынша еттерімізді де осылай қыздырып аламыз. Одан кейін қазанымызға осылай су құямыз. Суымыз қайнағанша бетін жауып қоямыз. Қазанымыздағы суымыз қайнағанша картоптарымыз осылай төрт бұрышты қылып кесіп аламыз. Су қайнаған соң дәміне қарай тұз себеміз. Одан кейін артынша картоптарымызды осылай саламыз. Осылай араластырып, картоптарымыз піскенше тосамыз. Одан кейін картоптарымыз піскеннен кейін осылай дайын кеспені алып, осылай салып жібереміз. Одан кейін 5-10 минуттан кейін кеспеміз дайын болады. Осылай дәмі тіл еретін кеспе көжеміз дайын. Егер де видео ұнаса, лайк, комментарий жазуларыңызды сұраймын.